Түркиядағы апат аймағында жұмыс істеп жатқан қазақстандық құтқарушылар тобы 24 сағат бойы тоқтамай ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Біздің мамандардың біліктілігін көрген түркиялықтар оларды жер сілкінген өзге де қалаларға шақырып жатыр. Құтқарушылардың қауырт жұмысы туралы бізбен тікелей байланысқа шыққан Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос, қазір олар қай жерлерде құтқару операцияларын жүргізіп жатыр? Рахмет Шерхан, қазақстандық құтқарушылар бүгін Газиантеп қаласынан 80 шақырым жердегі Нұрдағы қалашығынан тағы бір 3 адамды алып шықты. Үйінділер арасынан 10 сағатқа созылған құтқару операциясында біздің мамандар қирандылардың үстіңгі жағынан кіру мүмкін болмағандықтан бетондардың астынан жерді қазып, туннель жасап, 3 әйел адамды алып шыққан. Жергілікті тұрғындар мен жауапты мамандар біздің құтқарушылар тобының жұмыс істеу тәртібіне және жанкештілігіне ерекше баға беріп отыр. Газиантеп қаласы әкімінің орынбасары бізге берген сұхбатында осылай деді. Burada Kazakistan ekibiyle beraber Жер сілкінісінің бірінші күнінен бері бізбен бірге жұмыс істеп жатқан қазақстандық құтқарушыларға алғысымыз зор. Министрдің орынбасары бастаған құтқарушылар тобы өздерінің кәсіби маман екенін дәлелдеді. Адамдарды құтқаруда бізге көп көмек көрсетті. Кеше осы жерден 3 адамды үйінді астынан аман алып шықты. Осындай қиын күнде бізге қолдау көрсеткен, жәрдем берген барша қазақстандықтарға құрметіміз шексіз. Бүгінгі күн 4-ші күн болды осы жақта жұмыс істеп жатқанымыз. Осы келгеннен бастап ең бірінші елшілікпен кездесіп, Қазақстан Республикасының сол кісілердің арқасында мынау жергілікті әкімшілікпен жұмыстарымызды ұйымдастырып, жұмысымызды бастап кеттік. Сол құтқару жұмыстарымыздың нәтижесі бүгінгі күнге 7 адамды тірідей құтқарып алып, бірақ өкінішке орай 14 мәйітті шықты. Қазіргі күнде біздің тобымыз 2 қалада жұмыс істеп жатыр. Газиантеп қаласында және Нұрдағы қаласында. Нұрдағы қаласында 35 адам істеп жатыр, Газиантепте 66 адам. Қазір біз тұрған Газиантеп қаласының орталығында көп қабатты үйлер өте көп, дегенмен олардың көпшілігіне ешқандай зақым келмеген. Тіпті қата тұрған бірдей 2 үйдің біреуі құлап, екіншісі сау қалғанын да көрдік. Мамандар бұл құрылыс сапасының нашарлығына байланысты екенін айтады. Ал Түркия билігі бүгін құлаған үйлерді салған компаниялар мен жауапты адамдарға қатысты тексеру басталғанын мәлімдеді. Шерхан. Рахмет Айдос, ақпарат күтеміз.